Құрметті Абдесалам мырза, құрметті хатшылық қонақтары және іс-шараға қатысушылар, ең алдымен сіздерді мұсылман ақсақалдар кеңесінің Орталық Азиядағы өкілдігінің ашылуымен шын жүректен құттықтаймын. Бұл тұтас ислам әлемі үшін маңызды оқиға. Қазіргі таңда бірлік пен бейбітшілікке шақыратын осындай институттардың мәні зор. Осы орайда игі іске ортақтасып, салтанатты рәсімге қатысып отырғандарыңыз үшін баршаңызға шынайы ризашылығымды білдіремін. Мұсылман ақсақалдар кеңесі ислам әлеммен бірге барлық діндердің ынтымағын нығайтуды көздейтін маңызды ұйымдардың бірі. Келесі жылы құрылғанына 10 жыл толатын институт белгілі ғалымдар, сарапшылар, ақыл парасатымен дарланған тұлғаларды біріктіреді. Осы уақыттың ішінде кеңес әлемдегі тұрақтылық пен келісімді сақтауға үлкен үлес қосып отырған бірегей құрылым екенін ауыз толтырып айта аламыз. Сонымен қатар, ұйым әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлерінің съезін қолдап, оның идеяларын дәріптеуге де зор үлесін қосып келе жатыр. Сол үшін кеңеске және оның бас хатшысы Мұхаммед Абдесалам мырзаға ерекше алғыс айтамыз. Осындай беделді ірі ұйымның аймақтағы өкілдігінің Қазақстанда ашылуы біз үшін зор мәртебе. Кеңестің негізгі мақсаттары толеранттылық пен бейбіт өмір сүруді дәріптеу, өзара қамқор болу сияқты құндылықтар екені белгілі. Оның бәрі бізге де өте жақын екенін айтқым келеді. Яғни, мұндай ұстанымдар Қазақстан үшін де басымдыққа ие. Сонымен бірге, өкілдіктің бейбітшілік және келісім сарайында ашылуына да айрықша назар аударғым келеді. Оның ерекше мәні бар. Аты айтып тұрғандай, бұл сарай ашылған кезден бастап татулық пен тұрақтылықты дәріптейтін игі істерге ұйытқы болып келеді. Әлемдік және дәстүрлі діндер съезінің барлығы дерлік осы ғимаратта өткенін де жақсы білесіздер. Жалпы бейбітшілік және келісім сарайы ізгілікті көздейтін ірі халықаралық ұйымдар мен орталықтардың рухани қабына айналып отыр десек, артық бола қоймас. Алдағы уақытта осы бағыттағы жұмыстарды жалғастыратын боламыз. Ұйымның Орталық Азиядағы өкілдігін Қазақстанда ашу туралы ұсынысты Аль-Асқардың жоғары имамы Шейх Ахмет ат-Таиб жасағанын да айрықша атап өткім келеді. Былтыр әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлерінің 7-ші съезіне Шейх Ахмет ат-Таиб келген кезде президентіміз Қасым-Жомарт Кемеловмен кездесу болған. Сол кездесудің үстінде мәртебелі шейх осындай ұсынысты айтып, сол жерде Қасым-Жомарт Кемелұлы осы ұсынысты қолдады. Қазір өзіміз куә болып отырған іс-шара сол келісімнің нәтижесі. Алда уақытта жаңадан ашылып отырған бұл өкілдік ислам әлемінің ауызбіршілігін нығайтуға, әлемдегі өркениетаралық және дінаралық диалогты дамытуға, сондай-ақ толеранттылық идеяларын дәріптеуге үлкен үлес қосады деп сенеміз. Қадірлі қауым, қазақ халқының тұрмыс салты ежелден ислам дініне табан тірейді. Оның бәрі біздің әдет ғұрпымыздан, дәстүрімізден, жалпы рухани мұрамыздан анық байқалады. Қазақтың адамгершілік, ізгілік, инноваттылық сияқты құндылықтарды бірінші орынға қою да соның жарқын көрінісі. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев өз сөзінде халқымыз 1000 жылдан астам уақыттан бері мұсылман өркениетінің құрамына кірді. Ислам елімізде діннің, мәдениеттің, білім мен ғылымның өркендеуіне оң ықпал етті деп айтқан болатын. Сондықтан біздің өмір салтымызда ислам мәдениетінің алар орны ерекше. Сондай-ақ исламның кең қанат жаюына қазақтың да
тигізген септігі зор екенін айтуымыз керек. Біздің даламыздан шыққан ойшылдар мен ғалымдар тек ислам әлемінің ғана емес, тұтас адамзаттың өркендеуіне әсер етті. Бұл ретте Абу Насыр Аль-Фараби, Ахмет Яссауи, Жүсіп Баласұғын сияқты ғұламалардың еңбегін ерекше атап өтуге болады. Осындай тарихи тұлғалардан татулықты, ізгілікті, келісімді дәріптейтін еңбектер мен мол мұра қалды. Оның бәрі ислам әлемі үшін қазақ даласының қаншалықты маңызды рөл атқарғанын көрсетеді деп ойлаймыз. Бүгінде сол кезеңдерден жалғасқан сабақтастықтың аясы кеңейіп, маңызы арта түсті десек, артық айтқандық болмас. Себебі қазіргі таңда қазақ даласы барлық әлемдік және дәстүрлі діндердің диалог алаңына айналып отыр. Сол арқылы Қазақстан дінаралық және этносаралық келісімді, діни толеранттылықты халықаралық деңгейде нығайтуға үлкен үлес қосып келеді. Бұл ұстаным бүгінде еліміздің ішкі және сыртқы саясатының маңызды басымдықтардың бірі екенін де атап өткен жөн. Бүгін ашылып отырған мұсылман ақсақалдар кеңесінің өкілдігі осындай мақсаттарға қол жеткізуге, адамгершілік және рухани құндылықтарды насихаттауға үлкен үлес қосары сөзсіз. Осы бағыттарда біз кеңеспен бірлесіп жұмыс істеуге дайынбыз. Алдағы уақытта өкілдік мұсылман әлемінің және жалпы адамзаттың рухани қажеттілігін қамтамасыз етуге қызмет етеді деп сенеміз. Сондай-ақ жастардың білікті, білімді, иманды көшбасшы болып қалыптасуына ықпал етеді деп үміттенеміз. Бұл істе әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлерінің съезінің хатшылығы тарапынан қажетті қолдау көрсетілетін болады. Алдағы уақытта өкілдіктің жұмысына сәттілік тілейміз. Құрметті осы шараға қатысушылар, осы елеулі оқиғамен тағы да өздеріңізді құттықтай отырып, баршаңызға зор денсаулық, бақ береке, барлық істеріңізге толайым табыс тілеймін. Рахмет.